Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Сіздердің назарларыңызға Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» туындысы ұсынылады. «Тортай мінер Ақбозат» шығармасы Оралхан Бөкейдің ерекше туындысы деп айтуға болады. Бұған қатысты Оралхан Бөкей романдарым мен повестерімдегі барлық сюжеттер туған жерім туралы естеліктерден, жастық шағымның өзекті оқиғаларынан туындаған деп жазады. Қара сөздің қас шебері Оралхан Бөкейдің балалық шағынан сыр шертетін, бал дәурен кезге деген сағынышының көрінісіндей ерекше туындысы «Тортай мінер Ақбозат». Өз туындыларында қарапайым адамдардың тағдырын, өзіндік ғұмырын көркем тілмен, терең философиялық оймен шындыққа жүгіне өрнектей білген Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» әңгімесінде де шынайылық, терең ой орын алады. Бір қарағанда түсінікке жеңіл, мазмұны қарапайым бұл шығарманың берер мағлұматы, тәрбиелік маңызы аса зор. Оны оқырман шығарманы оқу барысында көз жеткізе алады. Әңгімедегі негізгі оқиға желісі кейіпкердің бірі автордың өз баяндауымен беріледі. Бұл орайда Оралхан Бөкеев тілге аса ұқыппен қарайтын, сәйкестік, орындылық дегендерге интуициясы мен білігі күшті қаламгер екені көрінеді деген Рабиға Сыздық пікірі ерекше құнды. Қаламгер адамзатқа орасан зор қайғы қасірет әкелген зұлмат соғыстан кейінгі ауыл өмірін, әке-шешесінен ерте айырылған Тортай атты жетім баланың тауқыметті тағдырын, жоқшылық арқандаған, арманына қол жеткізе алмаған жасөспірімнің балалық кезін әңгімеге арқау етеді. Оралхан Бөкейдің Тортай сынды кейіпкері қиялдан, әсірелеуден туған бейне емес, шын мәнінде өмірде болған, тағдыр талайын басынан кешкен жетім бала, жүрегі таза, қарапайымда қамқор, ақылды да сабырлы, достыққа берік, жүрегінде жақсылыққа деген үлкен үкілі үміті бар персонаж. «Тортай мінер Ақбозаттағы» Нұртай Жанболатов өзінің бала күнгі досы, бала күнгі достары барлық шығармаларында дерлік бар десем болады дейді жазушының қарындасы Ғалия Бөкейқызы. Жазушының өз шығармасын «Тортай мінер Ақбозат» деп атауы да кездейсоқ емес. Тортай сынды жетім баланың Ақбозаттай асыл арман жолындағы әрекеті, кітапты көп оқып, талғамай бәрін оқып, сол кітапты қорған тұтып, бірақ арқа сүйер аяулы әкемен асыл анасы, не болмаса жанашыр бірде-бір туысы болмағандықтан қысқа жіп күрмеуге келмей, өз тағдырынан бой ұсынып, көнгені, өз арман мүддесін іске асыруды өзі жақсы көретін қимас досына ізгі ниетпен тілегені баяндалады. Әңгімеде мұңды сарын, томаға тұйық ахуал басым, көтеріңкі лепті автор әсіресе салық салған табиғатын әсемдеуде басым қолданады. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма шуақ сәтінде төбеңнен көк дөңбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң да ауырсынбайтын, қанша құласаң да жапырылмайтын күлтеленген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді. Оралхан Бөкей, «Тортай мінер Ақбозат». Сондай-ақ Тортай екеуі бұзау бағуға барған кездегі табиғат көрінісі балаң көңілдің ерекше сезімталдықпен суреттеген сұлу бейнесі еді. Жайлаудың жадыраған ашық күндердің бірінде Тортайға еріп бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккеннің ермегі сықылды еді. Тас шоқының шар басына дейін бұзауларды ергізіп бардық та еркіне қоя бердік. Өйткені төртаяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайтын. Биіктеген сайын қалың барағы орман таусылып, таудың тас төбесі басталатын. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды және шөпте бойлап қалың өспейтін тақыр. Жаздың күні үнемі сезіміңді сергітер майдалеп есіп тұрар еді. Ал шоқылар өркеш-өркеш болып, көк күмбезіне найзадай кіріп ұшпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тең-тең жақпар тастың арасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қол аяғымызды жаралай, сол биікке шығып сарымсақ жұлып жегеміз. Бұл тұстан таудың балағы ой етек алақандағыдай көрінеді. Сонау
шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып ағараң қағып бұқтырма өзені. Ал біздің ауылымыз көкжалақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлденеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып атша мініп отырған Тортай, анау көк мұнар дүниесін, бірдеңесін жоғалтып алғандай көзін сығырайтып ұзақ қарадай. Сонсоң шығыс жақты нұсқап ереуілдеп сөйлей жөнелетін. Бұл үзіндердің көркемдік қуатын артып, оқырман сезіміне ерекше әсер етіп тұрған жазушылық сөз қолданыс, тіл өрнегі. Автор негізгі кейіпкерлердің бейнесін барынша шынайы, барынша сенімді бере білген. Бұл орайда автор соғыстан кейінгі еңбек майданына ерте араласқан балалар арасында әке-шешесінен тым ерте айырылған, қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар, бала боп көп ойнамайтын жасқаншақ Тортайды ерекше қадірлеп, пір тұта, таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін кітап құмар, білгіш, тым зерек, дана абыз ретінде сипаттайды. Осыған сәйкес Тортай сынды негізгі кейіпкер есімі де көңіл аударарлық. Жалпы Тортай антропонимінің этимологиясын Қондыбай еңбегінен оқуға болады. Алпамыс жырының барлық нұсқаларында да бас қаһарманның жақын туыстарының бірі ретінде Тортай есімі аталады. Тортай есіміндегі тор сөзі біздің шамалауымызша осы төру, жарату, жасау дегенді білдіретін сөзінен шыққан. Ал тай сөзінің жай ғана жас еркек аттың атауы ғана емес, жалпылама жас немесе бастапқы тіршілік иесі деген мағынасы бар екендігін ескере отырып, Тортай, Төрітай есімнің жаратушы, бастапқы тіршілік иесі дегенді білдіретіндігін, жержелік эпостық уақыт пен ұрпақтар шынжыры тізбегінде оның бастапқы дәстүрді ұстанушы деген туынды мағынаға ие екендігін тұспалдауға болады. Бұл талдауларға назар аударсақ, әңгімедегі Тортай есімнің арғы қазақтардың да ілкі төрмен сабақтасқан өз ілкі дәстүрі, соған сәйкес рухани орталығы, осы орталықты қорған қорықшылары болған деген тұжырымға сәйкес, білім нұрын рухани орталықты қорушы мәнінде де түсінуге болар. Бала Тортайдың жетімдігін, өзінің мынау дүниеде жалғыздығын, қауқарсыздығын, өзінің әке-шешесі бар басқа балалардан ерте есейгенін тек кітап қана бір сәт ұмыттыратын. Тек кітап Тортайға өз тағдырындағы талай қиыншылыққа төтеп беруге, анаға, әкеге деген сағынышын басуға қуат беретін киелі күш. Аса қымбат дүние, теңдессіз қазына, құдіретті әлем. Оған Тортайдың мына сөзі дәлел. Бұл дүниеде менің пір тұтар сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар, ол кітап дейтін. Әкем де, шешем де сол кітап. Жалғыздығың, жетімдігің, бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей боламын. Өз кезегінде Тортай да Орашты жақсы көріп, бауырмалық таныта білген. Тортай әсіресе мені жақсы көрді, жанынан бір ел қалдырмайтын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын, тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Автор Тортайдың пана тұтар туысы, мекен етер баспанасы болмай, салық салғанның ұшар басындағы тас үңгірді паналап, күн кешкен ерекше көңіл толқытар эпизодпен береді. Тортай тас күркені ядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп мекенін айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген, өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан жемтір болып бір бұрышта жиналып тұр. Төр алдында ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелдік шөркесінен үстел жасап майшам қойыпты. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлыңқырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Осы жолдардан Тортайдың тазалыққа жаны құмар ұқыптылығын, ізденімпаздығын, еңбекқорлығын, рухани жебеушісі, балалық махаббатының бернесі, ата-анаға деген сағыныш көпірі ретіндегі асқан кітап құмарлығын көруге болады. Осы тұста қаламгер сіркіреп жауған ақ жаңбырды Тортайдың ақ арманының бейнесіндей суреттейді. Символдау тәсілін ұтымды қолданады. Сіркіреп жаңбыр жауды. Жауын ұзақ жауатын түрі бар. Жаңбыр толастар емес. Құлаққа тасқа тиіп тайғанап жатқан сыбдыр-сыбдыр үн естіледі.
күркіреп, сарқырамай, ұрлана жауған нөсер қайдағы жайдағыны еске түсіріп, қиял дүниесіне жетелейді. Ақ жауын сіркіреп тұр. Иә, Тортай жүрегіндегі асқақ арман сіркіреп жауған ақ жаңбырдай толастар емес, бірақ ол күркіреп, сарқырамай, сыбдыр-сыбдыр ғана естіледі. Өйткені Тортай әкесіз, анасыз, арман құсы қаншалық көкке самғағысы келгенмен қанатсыз. Сондықтан Тортай Орашқа, Ораштың биік армандарға қол созар қос қанатының амандығына қызыға қарайды. Әке шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт, қорқсаң мен шығарып салайын, деді Тортай. Әке шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Дегенмен Тортай тағдырынан нала боп, жүрегіне қатыгездік ұялатпаған, керісінше жан дүниесін білімнің жарық нұрымен нұрландырып, мейірімге толтырған. Абай айтқан талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым сынды ізгі қасиеттерді бойына сіңіре алған. Сондықтан да Орашқа ағалық қамқорлық танытып, ақылын айтып, мейірімін төге бауырына тарта білген. Менің жадымда тамаша сақталғаны, ол тас үңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып, оқыған кітаптар мен өзінің арман қиял туралы түн ортасы ауғанша айтқан күбір-күбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы қойнына алып, ағалық ақылын айтатын тым зеректігі еді. Тортай әлі сөйлеп жатыр. Арманы таусылар емес. Демі құлағыма жып-жылы болып сезіледі. Мен үнсіз тыңдай беремін. Әлде тоңазығаннан, әлде қорқыныштан Тортайдың бауырына тығыла түсемін. Оралхан Бөкей, Тортай мінер Ақбозат. Тортай өз шығарған ертегілер дүниесінде ғана өзін еркін сезініп арманына жететін. Ертегілерін түн ортасы ауғанша айтып, еркін көсіле, қиял әлеміне ерік беретін, өз бақытына қол созатын. Екі достың бір-біріне жанашырлығы, қамқорлығы, бауырмалдығы, адал достығы шығарманың құлақ күйі негізгі өзегі. Бірінші жақтан баяндалған бұл шығармада автор бейнесі, Ораш бейнесі де шаң бере сәулеленеді. Ол ақ көңіл, сезімтал, қайырымды, мейірімді, елгезек, кітап құмар, жомарт бала. Тортай әсіресе мені жақсы көрді, жанынан бір ел қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір, жолынан екі алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Босағада отырғаның не, деді Тортай. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін. Бастықтың баласымын деп мұрныңды көкке көтермейсің, қарапайымсың. Екі достың әңгімесі жарасымды. Тортай жарқын болашаққа, асқақ армандарға қол созып қиялдайды. Жазушы болуды, ел аралап, жер тануды көксейді. Бәлкім автор өмірде мақсат қоя білу, үміт арту сынды абзал қасиеттерді Тортай бейнесіне осылайша тоғыстырған болар. Ораштың Тортайға деген жанашырлығы әсіресе күз жақындап, барлық бала оқуға аттанғанда ерекше сипатталады. Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы. Бәлкім, мен міне алмаған Ақбозатқа сен мінерсің. Сенің өз Ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк жазылған. Онда мен Ақбозатымды саған сыйға тартамын. Екі дос арасындағы диалогта осындай қимастық сезім, үлкен үміт пен кең пейіл, қол жетпейтін арманын аманат еткен ағалық көңіл мен сенім орын алған. Мұндағы Ақбозат жазушылық қабілеттің жебеушісі, киесі, шабыт берер, қанат бітірер пірі, әлемді сөзбен танытар қылқалам тұлпар. Мұндағы Ақбоз түсі, киелі, қасиетті мәндеріне ие деуге болады. Ендеше ұлылық, жалған дүниені майға шалқыған жалпақ табанымен жалпағынан басу емес, артыңа өшпес із қалдырып, арғымаққа мінгендей асық сулап өту. Оралхан Бөкей екені айқын. Әңгіме Тортай мінер Ақбозат менің тақымымда кеткендей еді, иесіне қайтаруға кеш еді деп аяқталады.
Әрине, ораш жүрегінде өзінің бала досы, қамқоршысы, абызы, Тортайдың асқақ арманына қол жеткізе алмағанына деген өкініш, аяушылық сезім мен досына деген достық махаббаты жатыр. Шығарманы түйіндегенде, бәлкім, Ораштың Тортай сынды талай жетім баланың арман қиялын арқылап, қол жеткізуге ұмтылғанын көруге болады деген ойға да қалуға болар. Болмаса, алдына қойған мақсатына, алар асу, шығар биігіне жетімдіктің кесіріне жете алмаған талай боздақтарға сөзбен қойылған мәңгілік ескерткіштерсің. Назарларыңызға рахмет.